Достар, бізде шок контент болайын деп жатыр. Айшаның түскісі кеп тұр, вообще мынандай болып. Жыбырлап тұр осылай. Көрдіңіздер ма? Осылай жыбырлап жатыр. Осыны енді алып таста дейді маған. Біз ойландық, қалай аламыз дедік та. Жіп байлап, есікті резко ашып қаламыз деп жатырық, короче. Жылға точно келіп тұр ма? Иә? Енді? Енді, короче, қазір Амина байлайды. Амина деген өз қорқып отыр ғой бірақта. Айша вообще қорқып отқан жоқ. Ол наоборот десе жұлып тастаңдаршы деп жатыр. Сосын деген жастықтың астына қойып, фея келіп, маған тиын тастасын дейді, ақша тастасын деп соны күтіп отыр ғой. Ал қазір Амина оған көмектеседі. Давай, Айша. Так, қазір енді тісіне байлап береміз. Давай. Иә. Аузыңды аш. Қалай байлайды? Кем Амина байлай алмады, сондықтан мен байлап көрейін деп жатырмын. Қатты аш аузыңды. Осылай тісінің астына байлап жатырмыз. Аузын қатты аш. Де. Қатықсам. Так, байлап атын, достар. Оңай байланды ғой. Қиын сияқты көрген. Ал, байланды. Байланды. Қазір мынаны енді мына жіпті былай тартып қаламыз. Оны тартып қалу үшін бірақ бірінші мына жағын, екінші жағын есікке байлауымыз керек. Кеттік. Давай, я сол есікке байлайық. Өзім Мына есікке байла. Айша, кішкене аттыршы. Тоқтай тұр. Сен ажана кіріп кетшеш. Сен ажана кіріп кетсің. Аш дегенде ашық қаласың. Ема, біз бер жағынан байлаймыз. Айша, сен тұра бер. Есікке байлап жатырмыз, достар. Енді жіп тартқан кезде үзіліп қалмаса жақсы. Так, міне қараңыздар енді. Бір шетін Айшаның тісіне байладық. Екінші шеті есіктің тұтқасына байладық. Так, Айша енді кішкене алыс тұр. Қызық болып тұр өзіме. Ал, бисмилля. Енді Амина қазір резко ашып қалу керексің есікті. Айша, сен аузыңды былай не істеп тұр? Айша, сен қорқып жатсың ба? Қорқып жатқан жоқсың ба? Айша вообще ештеңеге қорқпайды ғой біздің. Амина есікті ашуға қорқып тұр ғой. Ал, бисмилля. 1, 2, 3. Шықшыш. Давай, кеттік. 2. Не қылды? Түсті ма? Иә. Достар, түсті. Қараңыздар. Міне, достар, қараңдар түсін. Бір шеті деген. Не істеп қалған ғой? Шіріп бастап атқан ғой? Кави есімен бірге тұрған. Достар, қараңдар, енді Айша кетік түс болды. Достар, енді осыны Айша дейтін түнде жастықтың астына салып қояды. Осыны көреміз, фея келе ма, келмей ма? Ал оны келесі видеода көргілеріңіз келсе, комментарийге жазыңыздар.